Өмірің өз қолыңда. Барлықтарыңызға таныс бір қызықты айтайын. Айтпайын десем, келіп жатқан хаттар айтпасыма қоймады. Жұмысы жүрмей, жолы болмай, өмірде көп қателік жасағандар әбден шаршағанда не істейді? Құмалақшы балшы іздейді. Жолын ашқызып, бақытқа кенелгісі келеді. Адаспаңыздар, бұл жалқаудың ісі, және өзіңді өзің алдау. Олар қалағаныңның бәрін біреу дайындап бере салса, немесе балгер жақсы айтса, солардың сөзімен өздерін алдайды, мәз болады. Жаман айтса, түк те аша алмайды, түк дұрыс айтпайды екен, дейді. Тағы да айтам, адаспаңыздар. Алладан кейін өміріңіз тек өз қолыңызда. Дайын еш нәрсе жоқ, білім алыңыз, алған білімді күнделікті өмірде пайдаланыңыз. Тіпті дүние жүзіндегі ең мықты психологты жалдап, 24 сағат тыңдасаңыз да, өзіңіз еш нәрсе жасамайынша түк те өзгермейді. Сондықтан балшы, көрікбел, жол ашқыш іздемей, кітап оқып, білім алып, өсіңіз. Алған білімді күнделікті өмірде пайдаланыңыз. 110% кепілдік берем. Сонда ғана жетістікке, жеңіске, бақытқа қол жеткізесіз. Содан кейін бақытты болу үшін немесе қандай да бір жетістікке қол жеткізу үшін көп адамдар ойлайды. Ақша керек, таныс керек, бай әке-шешең болу керек деп. Немесе байдың баласы ғана бай болады, мұғалімнің баласы мұғалім, шаруаның баласы шаруа болады. Әнші болуды тіпті армандамай-ақ қояйын. Бірақ бұл қате пікір. Себебі бақыт пен үлкен жетістікке қол жеткізу үшін ең бірінші ниет керек. Содан кейін ой мен сөзді өзгерту керек. Ары қарай әрекет жасау керек. Ал осының барлығын дұрыс және үйлесімді болу үшін білім алу керек. Білім алу керек және білім алу керек. Тіпті тал бесіктен жер бесікке дейін білім алу керек.